Өмір бір арнаға түспей жатыр ма? Ендеше ғаламның басты заңдылығын бұзғаныңыз. Ғалам өмір сүретін басты 7 қағида бар. Бұларды білмеу жауапкершіліктен арылтпайды, білу қате жасамауға итермелейді. Үйлесімді өмір сүріп, бақытты болуға көмектеседі. Босату туралы заңдылық. Егер жаңа түфли кигіңіз келсе, ескісін тастаңыз. Жаңа киім кигіңіз келсе, шкафты тазалаңыз. Өз еркіңізбен стереотиптерден арылыңыз. Ескіден құтылған кезде жаңа келеді. Циркуляция заңдылығы. Қалаған нәрсені алу үшін қолда бар бір затты жіберіңіз. Қиял заңдылығы. Жетістікті алдымен өз қиялыңызда көруіңіз керек. Бір күніңізді кереметтей өткізудің сипаттап, оны өзіңіз сенетін адамнан басқаға көрсетпеңіз. Осы сипаттаманы қол жетер жерде сақтаңыз. Бос уақытта қайталап оқып тұрыңыз. Шығармашылық заңдылығы. Адам жетістікке ойының түйсігінің, қиялының күш-қуатымен жете алады. Сауап пен олжа заңдылығы. Егер бірдеңе берсеңіз, ол 10 есе боп қайтады. Егер олжаға кенелсеңіз, онымен бөліскен абзал. Егер бойыңызда бір қасиет болып, оны қолданбасаңыз, Құдайдың бергенін менсінбегеніңіз. Өз қабілетіңізге құрметпен қарау үшін сол қасиеттің бәріне қуанып, оны өзгелермен бөлісу керек. Егер бөліссеңіз, өз өміріңізге бұдан да зор олжа шақырғаныңыз. Садақа заңдылығы. Ғалам өзіне тиесілі садақаны алады. Бұл сіздегі бардың 10% разылық үшін таратуыңыз. Сол садақаңыз қалай оралатыны ешқашан білмейсіз. Ақша қалыпты құбылыс. Бәлкім, біреумен татуласасыз, жаңа дос табасыз, дертіңізден сауығасыз. Бәрін кешіру заңдылығы. Егер адамдарды кешіре алмасаңыз, байлыққа кенелмейсіз. Жаныңыз тек кекке толса, махаббатқа орын қалмайды. Негатив сезімдерден арылып үйреніңіз. Олар сізге де, жақыныңызға да маза таптырмайды. Разы болыңыз.